Мұсылман күнтізбесі бойынша Рамазаннан кейін 10-шы рет көрінетін ай Шәуәл айы. Шәуәл Рамазанның біткенін білдіретін, айт мейрамын келгенін сүйіншілейтін ай. Шәуәл айы Рамазанда жіберіп алған кемшіліктеріміздің орнын толтыру үшін таптырмайтын мүмкіндік. Міне сол мүмкіндік есігімізді қағып тұр. 12 айдың ішінде алғашқы күн мейраммен басталатын Шәуәлдан өзге ай жоқ. Шәуәл айы ғана мейраммен басталады. Ол ораза айт мейрамы. Оразадан кейінгі бұл айт мейрамы қуанышпен келетін болғандықтан, айтпен басталатын Шәуәл айы да мұсылмандар үшін қуаныш сыйлайды. Жас демей, кәрі демей, барлығы бір-бірін айт мейраммен құттықтайды. Міне осы шаттықтардың бәрі Шәуәл айының туымен басталады. Рамазан айымен қимай қоштасқан мұсылмандар Шәуәл айын қуанышпен қарсы алады. Рамазан айындағы парыз оразаны өтеп болған соң, Шәуәл айынан бастап Аллах Тағалаға нәпіл ғибадаттар арқылы жақындай түсу мүмкіндігі туады. Шәуәлдағы қосымша құлшылықтардың ең негізгісі 6 күндік ораза. Муслимнің сахихында келген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кімде-кім Рамазанда ораза тұтып, сосын оның артынан Шәуәлдің 6 күн оразасын ұстаса, ол жыл бойы ораза тұтқанның сауабын алады деген. 30 күн оразаға Шәуәлдағы 6 күнді қосып тұтудың 1 жылдық оразаға тең келуін шариғат ғалымдары былай түсіндіреді. Әрбір жақсылық кемінде 10 еселенеді. Рамазандағы 30 күніміз 300 күнге татыса, одан кейінгі Шәуәлдағы 6 күніміз 60 күнге тең келеді. Міне, бұл да жаратушы иеміздің бізге деген шексіз мейірімі. Осындай үлкен нығметтен өз үлесін алмақ болған ниеттілердің көкейлерінде жүрген сұрақтар бар. Сол сұрақтарға қысқаша жауап бере кетейік. Сұрақ: Шәуәл айының оразасын ұстау міндетті ме? Жауап: Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірілген пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Сұрақ: Шәуәл айының нәпіл оразасын басқа айда ұстауға болады ма? Жауап: Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады, және оны айт күнінің 2-ші күннен бастап ұстаса болады. Сұрақ: Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей ұстау керек пе? Жауап: Шәуәл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан ұстауға, немесе арасын үзіп бөлек-бөлек ұстауға да болады. Сұрақ: Шәуәл айында алдымен Шәуәл айының 6 күн нәпіл оразасын ұстаған дұрыс па, әлде Рамазан айында түрлі себептермен қаза болған күндерді ұстаған дұрыс па? Жауап: Рамазан айында түрлі себептермен кей күндерді қаза етіп алған кісілер Шәуәл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуге де, сонымен бірге Шәуәлдің 6 күндік нәпіл оразасын ұстауына да болады. Дегенмен Рамазан оразасын толығымен ұстау Аллах Тағаланың бұйрығы екенін ескерген жөн. Ал Шәуәл айындағы 6 күн ораза тұту пайғамбарымыздың сүннеті болғандықтан, алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Сұрақ: Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға Шәуәл оразасын ұстауына болады ма? Жауап: Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сүйіншілеген 1 жылдық оразасының сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз, оны ұстамау үлкен күнә. Сұрақ: Шәуәл айы оразасына қалай ниет етіледі және қалай ұсталады? Жауап: Шәуәл айы оразасы Рамазан оразасы секілді таң намазынан кейін басталып, шам намазына дейін жалғасады. Және де Шәуәл оразасын ұстамаққа ниет еттім деп ниет етіледі. Шәуәл айына қатысты ақпараттарымыз пайдалы болған болса, және Шәуәл айына қатысты сұрақтарыңыз болса, төменге жаза кетіңіздер.
Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза тұтудың жыл бойы ауыз бекіткенге теңестірілуі Аллах Тағаланың мейірімінің шексіз екенінің бір көрінісі. Аллах Тағала ниеттерімізді қабыл етсін.